өлең сөзді арнамайын, қалайша жақсы сөзді жалғамайын, кішкентай періштені сыйлап келген ниеттеріңізден сіздердің айналайын. Бүгін мінекей ағайын, мынау қазақтың берекелі жерінде, берекелі елінде, Алматының төрінде, Серік пен Альбинаның отбасында елді елең еткізер елеулі оқиға, толағай той болып жатыр ағайын. Мінекей бала деген бақыт қой фәнидегі, бала деген қуаныш әр үйдегі, тәй-тәй басып бір жасқа толып отыр Серік пен Альбинаның сүп сүйкімді сәбиі. Ендеше мынау бала деген толтырар несібені, бала деген мерейді өсіреді, қазақтың салты менен дәстүрімен бүгін тұсауының кесіледі. Ағайын, қазақтың тұсаукесер салты бар. Тұсаукесер салты үш түрлі жолмен кесіледі. Оны өздеріңіз жақсы білесіздер. Ала жіппен кесіледі. Ешкімнің ала жібін аттамаған адал жан болсын деген ниетпен. Одан кейін көк шөппен кесіледі. Көп шөп сияқты өсіп өнсін, болашақта ұрпағы көп болсын деген ниетпен. Және де тоқ шөппен кесіледі. Уайымы жоқ болсын, көңілі әрқашанда тоқ болсын деген ниетпен. Және сауытта кім көрінген кесілмейді ағайын. Яғни өмірде жолы болғыш, адал, жүйрік, желаяқ, мінекей сондай жақсы адамға, еліне елеулі, халқына қалаулы жандарға кесіледі. Бүгін кішкентай Аринаның тұсаукесер рәсім жасайтын, тұсауын кесетін біздің мінекей Советқан атамыз келіп отыр екен ағайын. Серіктің нағашы атасы, бұл кісі енді шөбере болатын шығар. Мінекей шөбересінің тұсауын кесейін деп отыр ағайын. Ал кәнекей дайынбыз ба? Ендеше қол соғып қошеметтеп қояйық кәнекей кішкентай Арина.